Құрметті достар, құрметті қадірлі замандастар, мен дәл қазір осы видеода сіздерге смарт контракт, орысшасы умный контракт, қазақшасы ауқымды келісім шарттың біздің өмірімізге қалай келе жатырғаны туралы айтқым келеді. Смарт контракт ұғымы негізі осы блокчейн технологиясымен бірге қатар пайда болды. Смарт контрактыны біз именно эфириум криптовалютасында, эфириумның блокчейнінде смарт контрактыға келісім шартқа тұратын мүмкіндігіміз бар. Мысалы, біз смарт контракттың ең тиімділігі, мысалы, бізге үшінші жаңағы делдал керек емес. Біздің жағдайымызда, мысалы, біз квартира сататын болсақ, мысалы, мен квартира сатам, екінші жақтан квартира алушы, екеуміздің арамыздағы блокчейндағы жаңа смарт контрактта біз бір-бірімізге шарттарымызды сразу келісім шартқа отырған кезде, блокчейн жаңа смарт контрактта отырған кезде барлығы алдын ала келісіліп алады. Одан кейін сол келісілген бойынша үшінші жаңағы маманның керек жоқ. Мысалы, бізге заңгер де керек емес, бізге жаңа нотариус те керек емес. Айтайын дегенім, екі сатушы мен сатып алушының арасындағы келісім шарт арқылы, смарт контракт арқылы, жаңа ауқымды келісім шарт арқылы, смарт контракт жақшаның ішінде ауқымды келісім шарт деп айта берсек болады. Себебі ақылды контракт деген болмайды ол. Тікелей мағынада негізі умный контракт деген біздің қазақ тіліне аударғанда ол ақылды контракт. Ал енді біздің жағдайымызда оны ауқымды келісім шарт, блокчейннің негізіндегі ауқымды келісім шарт деп аударуға болады смарт контракт негізі. Сондықтан менің айтайын дегенім, осы смарт контракт деген блокчейннің негізіндегі келісім шарт деп айтып жатыр. Бұл жерде үшінші делдалсыз іске асырылатын қазіргі таңдағы жаңа технологияның бізге берген ең тиімді нұсқасы деп айтуға болады. Сондықтан блокчейн біздің өмірімізге еніп келе жатырған кезде осы жаңағы ауқымды келісім шарттар да болашақта, мысалы, үй алатын, үй сататын, тағы да басқа жаңағы осындай бір-біріміздің арамызда жаңағы блокчейн арқылы ауқымды келісім шарт жүріп отыратын болса болашақта, енді бұл енді басталып келеді, болашақта оның бәрі іске асады. Онда арада ешқандай өтірік те болмайды, коррупция да болмайды. Оның сөздің қысқасы, осындай жаңағы осындай келеңсіз жағдайлардың бәрі, мысалы, бір үй 2 рет, 3 рет, 4 рет, 5 рет сатыла бермейді дегенді білдіреді. Одан кейін жаңағы егер осы келісім шартты орындамаса, жаңағы осы келісім шартқа тұрған адамдардың өзіне жаңағы штраф салынады. Осындай енді келеңсіздікке жол қойылмайды дегенді білдіреді. Сондықтан мұның бәрі технологиямен бірге дамып келе жатырған бағыттар болғандықтан, бұны енді мен қолымнан келгенше смарт контракт деген ұғымды өзіміздің қазақ аудиториясына қолымнан келгенше қазақша жеткізіп жатырған түрім енді. Егер сізге видео ұнап жатса, міндетті түрде лайк басып кетіңіз, өзіңіздің ойыңызды комментарийға қалдырыңыз. Сұрақтарыңыз болса, міндетті түрде комментарийға жазып кетіңіз. Менің мақсатым қарапайым өзіміздің отандастарымызға, қазақ тілді аудиторияға жаңа кіріп келе жатырған технологияның тілдерін қазақ тілінде жеткізу. Сондықтан назарларыңыз үшін үлкен рахмет. Міндетті түрде оны каналға жүктеймін. Өз ойларыңызбен бөлісіп кетуді ұмытпаңыздар. Егер ұнап жатса, бұрын соңды бұл ақпаратты естімеген болсаңыз, міндетті түрде каналға жазылып кетіңіз.